1 жасқа дейінгі балаларына қосымша тамақ беруді бастаған аналарға лайфхак. Нестле, Кабрита сияқты кашелерді үнемі алуға қалта көтере бермейді. Сондықтан үй жағдайында күрішті жуып, бір түнге таза ыдысқа қойып қоямыз. Ол кебеді. Кепкен құрғақ күрішті мынадай аппараттың көмегімен ұнтақтап аламыз. Баламыздың асы дайын. Осыны арнайы ыдысқа салып қойып, өзіңізге керекті уақытта қолдана берсеңіз болады. Ең бастысы, сіз бұның құрамының таза екеніне көз жеткіздіңіз және 4-5 мыңға 200 граммдық кашаны сатып алмайсыз. Бір дайындағанда молынан дайындап қойсаңыз, қалаған уақытыңызда қолдана бересіз және пісу уақыты да өте аз.